Құрметті Алматы қаласының тұрғындары және қала қонақтары, Алматыда қылмыстық ахуал тұрақты және бақылауда. Жыл басынан бері қалада қылмыстар барлық бағыттар бойынша 21,3%-ға қысқартылды. Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жалпы ашылу деңгейі 15,3%-ға жақсартылды. Көшеде жасалған құқық бұзушылықтардың саны 4,5 есеге, қоғамдық орында 3,8 есеге азайды. Мен осы бейне хабарламамен қазіргі заманғы теледидарлық жабдықтармен қамтылған Алматы қалалық полиция департаментінің жаңа жетілдірген телестудиясының алаңынан сөйлеп тұрмын. Телестудия базасында теледидарлық бағдарламаның өзіндік өндірісі жүзеге асырылады. Олар қаладағы тәулікте орын алған қылмыстық және төтенше жағдайлар жайлы мегаполис бағдарламасы. Ол жұмыс күндері таңғы сағат 11-де 5-7 минут аясында эфирге шығатын болады. Қала қабылданды апталық талдау бағдарламасы. Сарапшыларды тарта отырып, аптаның ең резонанстық тақырыптары бойынша арнайы репортаж дайындау. Бағдарлама сенбі күндері эфирге шығады деп жоспарланып отыр. Оның хронометражы 10 минут болады. Үшінші, бұл сұраңыз, полиция жауап беруде. Бұл да апталық бағдарлама болады. Студияда қала тұрғындарының сұрақтарына жауап беріледі, өзекті тақырыптарға түсіндірме жүргізіледі. Бұл 20 минуттық сұхбат апта сайын жексенбі күндері эфирге шығатын болып жоспарлануда. Сонымен қатар телестудияның техникалық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жол қауіпсіздігі, ұрлық қылмысы, адам саудасының алдын алу, халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру, сондай-ақ балалардың қоғамдық орындарда қауіпсіз жүріп тұрысы және жыныстық қол сұқпаушылыққа қарсы тәрбиелік бейне нұсқаулар және оқу циклдарын осы тақырыптағы әлеуметтік роликтерді шығаруды ұйымдастырамыз. Бұл бейне өнімдер Алматы полициясының YouTube'тағы ресми арнасында, сондай-ақ Telegram нұсқасында көрсетілетін болады. Шығарым туралы хабарландыру департаменттің Facebook желісінде, Instagram, ВКонтакте әлеуметтік желісінде ресми аккаунттарында да қайталанады. Сондай-ақ телестудияның алаңында полицияның басшы қызметкерлерінің ай сайынғы дәстүрлі тікелей эфирлерде осы студияда өтетін болады. Телестудияның трансформациялаудың мақсаты полиция департаментінің басқармалары мен бөлімдерінің жұмысын туралы азаматтарға хабардар ету, сондай-ақ тұрғындарды мазалайтын сұрақтар мен мәселелерді жедел жауап беру болып табылады. Осы шара Қазақстан Республикасының президентінің қолжетімді полиция қағидасына сәйкес ішкі істер органдарының ашықтығын айқын көрінісі болып табылады. Сөзімді қорытындылай келе, қаладағы қауіпсіздікті айтарлықтай деңгейге қамтамасыз ететініне сенім білдіремін. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.